Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен эчпачмак рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, сүт, картоп, пияз, тартылған тауық еті, сұйық май, бір жұмыртқа, ашытқы, тұз және қант. Ашытқы ашытып аламыз. Оған жылы сүтке қант, ашытқы салып, араластырып 10 минутқа қоямыз. Ашытқымыз ашыды. Жұмыртқа, сұйық май, тұз салып, араластырып аламыз. Ұн салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз осындай болып шықты. Қамырымыз бетін пищевой пленка орамалмен жауып, 1 сағатқа бір көтергенше қоямыз. Картопымызды түртпіштеп, ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды түртпіштеп, ұсақтап тураймыз. Туралған картоп пиязға тұз бұрышын қосып, араластырып, тартылған тауық етін қосамызды. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз осындай болып көтерілді. Нан тақтайға ұн сеуіп, қамырымыз осылай едеп шықты. Осындай бір бөліктерге бөліп, 5 сантиметрден дөңгелектеп аламыз. Қамырымызды жайып, жайылған қамырымызға қоспасын салып, 3 бұрышын келтіріп, жауып шығамыз. Противенді майлап, дайындап, эчпачмактарым салып қойдым. Енді жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, үстіне жағып шығамыз. 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, эчпачмак дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.